Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі жаңалықтардан хабардар беріп отыратын Еділов онлайн телеграм каналы Қайрат Сатыбалды, яғни Назарбаевтың інісінің әйелі Гүлмира Сатыбалдының қамауға алынғаны туралы ақпарат таратқан болатын. Гүлмира Сатыбалды Назарбаевтың келіні, яғни Қайрат Сатыбалдының әйелі. Бұған дейін белгілі продюсер Баян Есентаева ханым Қайрат Сатыбалдының дәл осы әйелі Гүлмира ханымның рейдерлік айналысатынын туралы айтқан болатын. Оның айтуына қарағанда Гүлмира кәсіпкер Тұрсын Алагөзовтің, яғни бүгінгі таңдағы Баян Есентаеваның күйеуінің компаниясын рейдерлік жолмен тартып алған. Бұл жөнінде Баян ханым әлеуметтік желідегі парақшасына жазба қалдырып былай деді: "Мен бұл рас па деген және шын мәнінде қалай болды деген сұрақтар бар. Біз бұл сұрақтарға жауап беруге тиісті ақпараттарды ұсынуға дайынбыз. Оның барысында даулы фамилиялар аталатын болады. Бұл оқиғаға азаматтарымыз таңғалады деп ойламаймын. Өйткені мұндай жағдайға елімізде жүздеген кәсіпкер тап болып, белгілі адамдар қысым жасағандықтан сотқа шағымдан алмаған. Мен Голландс Батлерс компаниясын рейдерлік жолмен тартып алған адамдар мен олардың сыбайластарының барлығының аты жөнін атаймын. Жақын күндері тергеу органдарына бизнесті тартып алуға байланысты барлық қажетті дәлел беріледі", деді Баян Мақсатқызы. Байқаған шығарсыздар, соңғы күндері Назарбаев әулетіне қырғидай тиюде, яғни антикордың былықты ашып жатқандығы. Алдағы уақытта келіннің де қыр-сырынан ақпарат алатын боламыз. Қалай ойлайсыз, бұлардың барлығы расталатын болса, қанша жылға түрмеге тоғытылуы мүмкін? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.